Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 6 сабағымыздың тақырыбы өзім туралы айтайын деп аталады. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқуды және ондағы қажетті ақпараттарды табуды үйренеміз. Бірінші тапсырма: үлгіге қарап өзің туралы айт. Яғни үлгіде мен мейірімдімін, өйткені көп нүкте берілген, себебін түсіндіруіміз қажет. Мен өнерлімін, өйткені көп нүкте берілген. Мен шыншылмын, өйткені көп нүкте берілген. Яғни осы көп нүктенің орнына біз себебін түсіндіруіміз қажет. Мен мейірімдімін, өйткені үлкенге, кішіге көмектесемін. Мен өнерлімін, өйткені домбыра тартып, ән салып би билеймін деп жауап береміз. Мен шыншылмын, өйткені ешқашан өтірік айтпаймын. Есімізде сақтап аламыз. Қадыр Мырзәлі балаларға арнап өлеңдер жазған. Ол Батыс Қазақстан облысында туған. Оның Жаңғалақтар, Ноян қоян, Кішкене қожанасырлар тағы басқа шығармалары бар. Көптеген өлеңдерді қазақ тіліне аударған. Келесі 2 тапсырмада Қадыр Мырзәлінің өлеңі берілген. Өлеңді түсініп оқып жаттап аламыз. Тақырыбы не үшін деп аталады. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жауларымнан қынбау үшін. Тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Ал аяғың шетте жүрсем туған жерге қайту үшін. Оқушылар, өлең не туралы? Өлең біздің дене мүшеміз туралы. Көзіміз туралы, қолымыз туралы, құлақ, жүрек, тіл және аяғымыз туралы айтылған. Бұлар бізге не үшін қажет? Яғни олардың өзіндік себептері бар. Төменде өлеңдегі түсініксіз сөз берілген. Қыңбау деп аталады. Қыңбау дегеніміз қорықпау деген мағынаны білдіреді. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 3 тапсырмада кесте берілген. Кестедегі сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші бағанда сұрақтар қойылған, ал екінші бағанда ақынның жауабы берілген. Осы сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Бірінші сұрақ: екі көзің не үшін керек? Жауабы: жақсыларды көру үшін. Келесі екінші сұрақ: екі қолың не үшін керек? Жауабы: елге көмек беру үшін. Келесі үшінші сұрақ: құлақ не үшін керек? Жауабы: ақыл кеңес тыңдау үшін керек. Келесі төртінші сұрақ: жүрек не үшін керек? Жауабы: жауларымнан қынбау үшін, яғни қорықпау үшін. Келесі бесінші сұрақ: тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Алтыншы сұрақ: аяқтарың не үшін керек? Шетте жүрсем туған жерге қайту үшін қажет. Яғни біздің аяғымыз шетке шықсақ, басқа жерге шықсақ, туған жерге қайту үшін қажет. Мінекей оқушылар, кестедегі сұрақтарға ақынның өлеңнің ішіндегі жауаптар арқылы жауап бердік. Келесі 4 тапсырмада айнаға қарап өзіңді сипатта. Мысалға, үлгі ретінде менің шашымның түсі қара, көзім мөлдір. Дәл осылай, мысалы, суреттегі қыз сияқты айнаға қарап өзімізді сипаттап айтамыз. Менің шашымның түсі қара, бетім домалақ, көзім үлкен, мөлдір, тістерім әппақ, түзу, бойым орташа, аяқтарым түзу. Мінекей оқушылар, өзімізді осылай сипаттап айтып шығамыз. Келесі 5 тапсырма: өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді дауыс ырғағымен дұрыс қойып, мәнелеп оқыңдар дейді. Яғни өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді дауыс ырғағын көтеріп оқимыз. Не үшін? Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жауларымнан қынбау үшін. Тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Ал аяғың шетте жүрсем туған жерге қайту үшін. Мінекей оқушылар, қарамен жазылған сөздерді дауыс ырғағына дұрыс қойып, осылай мәнерлеп оқып шығамыз. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңдар.